Assalamualaikum жігіттер. Бүгін мен сіздерге бір жағдаймен бөліскім келіп тұр. Мына жолға шығатын күн ысыды, жаз келді. Машинаның температурасы көтеріліп кетіп жатады. Қайнап кетіп жатады сулар. Соның бірден бір себебін айтып кетсем деген едім. Менде мынандай жағдай болды. Жолда патрубка жарылып, судың бәрі ағып кетеді. Патрубканы жалғайым. Сөйтемде су құйып, от алдырып жүрсем, температура көтеріледі. Ар іздейміз, бер іздейміз, таппаймыз. Сосын бір жігіттер айтады, термостаттан шығар дейді. Бір жігіттер айтады, радиаторың бітеліп қалған шығар дейді. Крышкасы шығар дейді. В общем, бәрін ауыстырып, ақыр соңында помпа насосқа келдік. Помпа насосты ашып көрсек, помпа насос мынандай екен. Ештеңе қалмаған. Жеп қойған антифриз. Негізі 1,5 жылда, 2 жылда ауыстырып тұру керек екен помпа насосты. Біз бір салғанмен до конца жүре береді екенбіз. Термостатта алып тастап көрдік. Су қызып кетіп жатты. Циркуляция жоқ екен, циркуляция жоқ болғаннан кейін осындай болды. Су қайнап қызып кетіп жатса, осы 3 жағдайдың біреуі болады. Термостат, помпа насос или радиаторыңыз толып қалған болады. Видео пайдалы болса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.